Адам ағзаларының қай-қайсының өзіндік атқаратын қызметі бар. Ешқайсысы бір-бірін алмастыра алмайды. Дей тұрғанмен дана халқымыз ұйқы безі деп ат қойған. Өзі кішкене ғана болғанымен бүкіл ағзаның саулығына әсер ететін ішкі ағза туралы сөз қозғамақпыз. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ұйқы безінің қызметі мен патологиясы. Ұйқы безі ішкі эндокриндік әрі сыртқы экзокриндік сөл бөлуі қызметін атқарады. Сыртқы серекциялық қызметіне ас қорыту ферменттері өндіру жатады. Ұйқы безінің пайда болған сөлдің ас қорытуда маңызы өте зор. Сөлдің құрамында трипсиноген ферменті ішекте белсенді трипсинге айналады. Трипсин ферменті әсерінен белок қанға оңай сіңімді амин қышқылдарына айналады. Ұйқы безінің сөліндегі липаза ферменті майды глицерин мен май қышқылдарына, ал амилаза ферменті крахмалды дисахаридтерге, мальтаза ферменті дисахаридтерді моносахаридке, яғни глюкозаға айналдырады. Осы сөлдің құрамында лактоза ферменті сүттің қанты лактоза, моносахарид галактозаға ыдыратады. Адамның ұйқы безі тәулігіне 2 литрге жуық сөл шығарады. Ерекше мән беретін тағы бір жайт ұйқы безінің бөліп шығаратын инсулин, глюкагон, липокаин гормондары. Әр гормонның жетіспеушілігі адамға түрлі қатерлі ауруларға апарады. Алғаш жануарлардың ұйқы безін алып тастау зерттеу жасағанда оларға диабет ауруының белгілері пайда болып, қан мен зәрдің құрамында қант мөлшері көбейген. 1920 жылы канадалық дәрігерлер Бантинг пен Бест ұйқы безінің аралшық клеткаларын таза тұнбасының алып, оны алғаш рет диабет ауруымен ауырған адамды емдеуге қолданған. Сол үшін екеуіне Нобель сыйлығы беріледі. Тұнбаның белсенді негізгі ұйқы безінің гормонын инсулин деп атаған. Инсулин организмнен тыс жасанды жолмен алынған алғашқы белоктардың бірі екен, баршаға аян. Жоғары айтып өткендей, бар жоқ салмағы 70-80 граммды құрайтын без күніне 2 литр сөл бөліп ағзадағы болатын барлық зат алмасу, қан, бауырды тазалау, ас қорыту сынды маңызды процестерге белсенді қатысады. Осылайша ұйқы безінің қызметі мен маңызы зор екеніне көз жеткіземіз. Халқымыздың танымының мықтылығы ағзаларға ат қоюда да анық көрінгенін мойындаймыз. Мысалы, бүкіл Еуропада медицинада маңызды ферменттерді бөлетін бұл безге панкреас деген атауы қойылған. Яғни бұл сөзді тікелей аударсақ, тасбақаның жотасындағы тасы, яғни сауыты деген мағынаны береді. Сол сияқты орыс халқының алайық, оларда атау поджелудочная железа. Бағамдасақ, екі жағдайда да олар асқазанның астына қарай орналасқан безге, көзге анық байқаған белгілеріне қарай сыртқы пішіне түріне қарап қана ат берген. Біздің халқымыздың сұңғыла танымы, егер бұл без жұмысын тоқтатпаса, адам терең ұйқыға медицинаға тілінде қомаға беретін анық білген. Осы бір ауыз сөзбен-ақ бұл бездің ағзадағы маңызды қандай екенін бағамдап бекітіп берген. Мұндай факторлерді іздене берсек, халықтық медицинада көп кездесетініміз анық. Ұйқы безінің сырқатынан сақтаңыз. Ұйқы безі ұлғайып, ісінумен қатар жүретін ауыр қабыну сырқатының медицина жіті панкреатит деп атайды. Бұл ұйқы безінің ауруы. Кейде ұйқы безінің белгілі бөліктері зақымданып, сол жерлерде жұқпа пайда болып, кейін ол ағзадан тыс жерлерге жайылуы мүмкін. Қорқыныштысы сол, сырқаттан ауырсын мен тәнді улайтын заттардан қанға бөлінуі өтеді. Ұйқы безі ауруларына соқтыратын себептері көп. Соның ішінде ең негізгі себептер алкогольдік ішімдікке үйірлік және өттасы ауруы болып табылады. Ішімдіктен болған панкреатитке көбіне ер азаматтар ұшырайды. Ал өт қабы ауруларынан туындаған панкреатиттер әйелдерге көбірек кездеседі.
Кейде адамдарда панкреатитке тектік бейімдік болады. Майлы және ақуызы мол тағамды біршама алкогольді ішімдікпен бірге қабылдау ұйқы безінің ферменттерді шамадан артық өндіруіне алып келеді. Бұл ферменттер ұйқы безі жолдарының арқылы ішекке түсіп, ас қорытуға қатысуы тиіс. Егер ұйқы безінің жұмысы жеткіліксіз болса, оның жолдары ақуыз тығындармен бітілуі мүмкін. Осыдан келе ферменттер тез тітіне еніп, оны зақымдайды да ағзаның қабуына алып келеді. Бізге ішімдік, әсіресе оның ыдырауына пайда болған ацетальдегид үлкен нұқсан келтіреді. Осылайша жіті алкогольдік панкреатит дамиды. Панкреатитпен ауырған адамда мынандай белгілер байқалады. Іштің жоғарғы бөлігінің арқа жаққа беріле отырып, үдемелі ауруы, жүректің айнуы, құсу, тәбеттің жоғалуы, іштің кебуі. Құсу адамға еш жеңілдік әкелмейді, одан кейін ауырсыну тоқтамайды. Жалпы әлсіздік, жүректің қағуы, дененің ысуы мүмкін. Жіті панкреатитке немқұрайлы қарауға болмайды. Егер бұл сырқаттан уақытында дұрыс ем қабылдамаған жағдайда ағзаның бөлінуі, ошақтары, некроздар дамуы немесе бездің көп бөлігінің ісуі мүмкін. Осылармен бірге жіті жүрек қан тамырының жеткіліксіздігі, тыныс алу, бүйрек жеткіліксіздігі жиі дамиды. Бұл аталған белгілердің салдарынан адам ауруларының алғашқы күндерінде өліп кетуі мүмкін. Жіті панкреатит басталғаннан бір аптан соң сырқаттың қаза болуына, ұйқы безінде және оны қоршаған ағзаларына жұқпалы дамуы себеп болады. Асқынған сырқатпен қатар асқазан мен ішекте көбіне ойық жаралар пайда болып, олардан қан кетеді. Жіті панкреатит белгілері байқалған жағдайда шұғыл дәрігерге барыңыз. Ол сізді міндетті түрде ауруханаға жатқызу керек. Ол жерде ауруды басатын шаралар жасалып, ағзаны тазартатын қарқынды ем жүргізіледі. Егер ұйқы безінде бөліну ошақтары болса, операция жасалуы тиіс. Бұл аурумен сырқаттанған адамдар 1 жыл бойы гастроэнтерологтың бақылауында болуы тиіс. Бұл кезеңде ащы, майлы, қуырылған тағамнан және спирттік ішімдіктерінен мүлдем бас тарту керек. Бұл аурудың қайталанбауы үшін қажет. Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, ұйқы безінің қабуына ұласады. Ол тез жазылмайды. Емі де ұзақ уақытта қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диета да ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірін бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны. Ауруыңыздан әп-сәтте-ақ айығасыз. Ұйқы безі ауруының белгілері: оң және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеу желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Егер сізді осы белгілер мазаласа, уақыт оздырмай тексеріліңіз. Қажетті ем шараның жүргізуге кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, онда біз ұсынған мына емді жасап көріңіз. Біріншісі, әскөк дәні немесе укроп. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық әскөк дәнін 200 мг қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаның сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішесіз. Екіншісі, сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін бәріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екендігіне дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз, қайнап шыққан соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау керек. Белгілі уақыттан соң отырып, өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүресіз. Ескеріңіз, ботқаға майды да, тұзды да, қантты қосуға болмайды. Үшіншісі, лимон мен сарымсақ. Бұл рецептте ұйқы безінің ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен бір жолата құтылуыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап, жуып, блендермен ұсақтайсыз.
бір келі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емі 3 ай жалғастырасыз, сосын 2 ай үзіліссіз жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырасыз. Төртіншісі қара құмық немесе гречка. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қара құмық екенін білесіз бе? Бойыңызда билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қара құмық жеуге әдеттеңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан қара құмық жармасына 0,5 литр кефир құясыз. Қақпаның жауып, түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап жетілген қара құмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп таңертең және кешке жеуге де болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажетті болса тағы да қайталаңыз. Ардақты көрермендерім, бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәреткеде қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістіліп, бетіңіз тазарады. Осындай сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушауды баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тыңдағаныңызға рахмет. Ешқашанда ауырмаңыз.